Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз тез дайын болатын және құрамында тек 3 сағат қана кететін, дәрумендерге өте бай, осындай тез дайын болатын салат дайындайтын боламыз. Алдын ала қызылшамызды пісіріп дайындап қоямыз. Бізге 2 дана қажет болады. Піскен 2 дана қызылша және грек жаңғағы, қаймақ немесе майонез қажет болады және мейіз қажет болады. Ендеше бастаймыз. Қалаған үкішіңізбен осындай ұсақтап өткізіп, барлығын дайындап аламыз. Дайын болған қызылшамызды ыдысымызға саламыз. Содан кейін грек жаңғағымызды ұсақтап, барлығын жақсылап турап шығамыз. Салатқа қажетті заттардың, құрамдардың грамдарын осы видеоның астына жазып қоямын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Бұл салат біздің қанымызды көбейтуге және де иммунитетімізді көтеруге көмектеседі. Барлығын турап шыққаннан кейін қызылшамыздың үстіне саламыз. Енді міне мейізімізді салдық. Содан кейін мен қаймақты салдым. Сіз қалауыңызша қаймақ немесе майонез салсаңыз да болады. Барлығын дайындап салғаннан кейін енді жақсылап араластырамыз. Қызылшамызды алдын ала пісіріп дайындап қойсақ, бұл салатты жасау өте оңай болады. Алдағы уақытта сіздерге көптеген дәмді тағамдарды көрсететін боламын. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген тағамдардың және тәттілердің рецептісін шығаратын боламын. Сізбен бірге болған Гүлбақыт, міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын.